кешіріңіздер, Магнум айналайындар, алло, ми қайда, ми? Өлтіретін адамсыңдар, прям өлтіру керек бәріңді. Курьер дейді, курьер, по-моему, қазақша сөйле деп айтқан үшін, ана кісі қазақша сөйле деген сөзді көтере алмай, заявление жазып тұр Магнумға. Магнумдағы сорлы бастықтары алды да, сол жігітті жұмыстан шығарып жіберген. Қаяқ тұрып атсыңдар? Алло, қайда тұрасыңдар сендер? Қазақстанда. Ресейде тұрасыңдар ма? Кет бар Ресейге онда. Кетіңдер ондай болса. Қазақсыңдар ғой айналайындар, сөйлеңдер қазақ тілінде. Мен қанша айтам қазақ тілінде сөйлейікші достар деп. Тұмсықтарына қойып жүретін адам ғой. Магнумға бармаңдар вообще. Керек емес. Бәлесінен аулақ бармай қош. Магнумға бармаңдар қазақтар айналайын. Бір 50% бармай қал, банкрот болып кетсің. Маған бастығы қазақ па, основатель қазақ маған деген қол қойдым, короче, дейтін достар. Вообще бармаңдар. Мүлде бармай қойыңдар, көрейік. Барма Магнумға. Ала берші басқа жақтан. Алтын Ордадан алындыршы, барахолка жақыма, оптовкадан ала берші, құрсын продуктыны. Барахолка, Алтын Орда, оптовкадан ала беріңдерші, а? Сояқта арзан саудаласасыңдар, үйренесіңдер кішкене. Магнумға барма вообще. Қазақ тілін қолдамайды екен, бастықтары керек жоқ. Кетсін ары қарай. Кетсін. Қай елде тұратқан ұмытқан сорлы болды бұлар. Мәңгүрттер жүрген. Мен бір видеомның астында комментарияға бет жазып жатыр. Қазақстанда екінші тіл орыс тіл по факту деп бір қазақ жігіт па, әйел ма, мен білмеймін кім жазғанын. Айналайындар. Не үшін ол орыс тіл екінші тіл болады? Айтайын, я? Оны біз өзіміз істеп алдық та. Енді қазір соны бір соған қарай андай бір негативный адамсыңдар да, соншалықтандай соған қарай бір сондай намыстарыңа тимей ма? Какого фига, типа? Мә, о негізі ненің құрметіне бізде екінші тіл орыс тіл деген сияқты бір намыстарыңа тиіп, патриоттық сезім, бір жынданып кетпесем, мен митингқа ешкім шақырып атқан жоқ, мерде кеп тұрмас маңырап. Мен жалпы айтып митингқа шақырып атқан жоқ мен ешкімді. Мен жалпы айтып атырмын да, іштегі намыс жүрек дегенді қалай сендер сорлы жүрек, мен түсінбеймін. Қазаққа жаны ашымайды, өз еліңе, отаныңа жаның ашымайтын қандай қазақсың сен айналайын. Өзің сол тілде, қазақ тілінде сөйле. Орыс тіл, екінші тіл деген десе де, айт жоқ, мен үшін қазақ тіл бірінші тіл және соңғы тілде болды. Түсінің ба? Біреу саған сөйтіп айтты ма, бізде Қазақстанда екінші тіл орыс тіл по факту бірдеңе деді ма? Айту керексің, жоқ де. Мен үшін Қазақстанда, менің елім үшін, отаным үшін бір-ақ тіл, бірінші және соңғы болды. Ол нәрсе ары қарай талқыланбайды, талқыланбау керек ол нәрсе. Сонда намыстарға келмей ма сондай әңгіме сендерге? Айту керексіңдер, жоқ де, болды. Біреу кеп сөйтіп айтыншы, ұрып жібер. Сонда кісілерге айтыр, неге бір жыным ұстайды ғой, мына бір намыс жібермейді да, ойнап кетеді да, қаным ше. Айт сен, әрқашан айтып жүр, тілің ұшында жүрсің сол сөз. Мен үшін де Қазақстан бірінші орында болды. Бітті осымен. Басқа біреу саған қазақ кеп саған орысша сөйледі ма? Сөйлеме орыс тілінде, қазақша сөйле. Болды, тіліңді дамыт, ұлтыңды дамыт өзің үшін. Ұлтың ертең, мына тарихты оқыңдар кішкене үңіліп. Сол кезде бір кішкене бір патриоттық сезім оянатын шығар деп ойлаймын мен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ жұрты. Өздеріңіз білесіздер, Магнум сауда желісінде қазақ тілін талап еткен үшін баласын жұмыстан шығарып жіберді. Бұл не деген сөз? Бұл 30 миллион қазақты адам құрлы көрмей отыр ғой Магнум сауда желісі. Сондықтан менің бірінші талабым, әрбір қазақтың талабы болу керек. Сол жұмыстан шығарған мәңгүрт басшылығы орнын босатсын, кешірім сұрасын бірінші кезекте. Екінші кезекте сол анау Аслан деген ба қайсысы қазақ тілін талап еткен үшін жаңағы баланы жұмыстан шығаруға түрткі болған азаматта халық алдына шығып зерлеп тұрып кешірім сұрасын. Екі. Үшінші, бұдан былай қазақтар, біз қазақтың жерінде әрбір тексіздің біз басындырып қоя алмаймыз. Сондықтан бүткіл қазақтың азаматтары мен азаматшаларына айтқым келеді. Магнум желісінен сауда жасамаңыздар, саудасын тоқтатайық. Бұл саудасын тоқтату арқылы
басқа да сауда жүйесінде жүрген азамат, саудада, бизнесте жүрген азаматтарға үлгі болсын. Бұдан кейін бүйтіп қазақты басындырмаймыз қазақтың жерінде. Егер қазақтың тілі ұнамаса, қазақтың нанын ұнамайтын болса, елдеріңе кетіңдер. Қазақтың жерін босатыңдар. Міне осындай жаңағы оймен сіздерге шығып отырмын. Үшінші мәселе. Жаңағы жұмыстан босаған азаматқа материалдық, моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге Магнум сауда желісі ақша төлеп нақты әлеуметтік желіде көрсетсін. Егер көрсетпейтін жағдайда, онда біз барлық қазақ, исі қазақ, намысы бар қазақ, Магнум сауда үйінен сауда жасауды тоқтатамыз. Сөйтіп, оларды банкрот жасаймыз. Міне осындай оймен, осындай жаңағы пікірмен сіздерге шығып отырмын. Бұдан былай әрбір тексіз сендерді қазақ тілін басындырып, қазақ тілінді аяққа таптатқызбаймыз сендерге. Осылардың естеріңе сақтабаңдар. Шекелеп айтамыз, шектеп айтамыз. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан қазақтың жерінде жүрсіңдер ме? Әрбір азаматқа, әрбір ұлыстың азаматтарына, ұйғыр болсын, басқа болсын, түрік болсын, басқа орыс болсын, қазақ тілін білу міндеттісіңдер. Ұнамай ма? Кетіңдер. Сәлем достар, бізде қазір әлеуметтік желіде үлкен дау қозғалып жатыр. Дау тіл мәселесі жөнінде және Қазақстан азаматтарының қазақша қызмет алу туралы жөнінде болып жатыр. Бұған себепкер болған кішкене ғана Threads білесіздер, Инстаграмдағы қосымша желі, әлеуметтік желі. Бұл жерде өзің ойыңды, өміріңнің оқиғасын туралы айтып кетесіңде. Сол жерде Асылхан деген жігіт осыдан 2 күн бұрын өзінің оқиғасын айтады жазбаша түрде. Ол Магнумнен онлайн заказ береді, үйіне курьер әкеліп береді. Сол курьер тапсырысты беріп болғаннан кейін Асылханға қазақша сөйлейді талап ретінде айтып кетіп қалады. Сол жерде Асылхан баяғы өзінің абдырап қалғанын, көңіліне алғанын, қатты ренжіп қалғанын білдіреді, Threads шығарады. Threads'та осылай, ол менің үйіме келіп талап қойды, ол ондай талап қоюға құқы жоқ деп, мен өзімді немен баяғы жаман сезініп қалдым деген әңгіме айтады. Мына жерде қойып кетемін жазбасын. Тоқтатып алыңыздар. Соны оқып байқаған Магнум желісі ол азаматтың және курьердің жұмыстан қуылғаны туралы жауап жазып жібереді Асылханға. Асылхан, оны неге қудыңыздар? Мен ойланым, оны уақытша жұмыстан баяғы алыстатасыздар деймін. Жоқ, ол қайтадан жұмысқа кірмейтіндей, біз оны жұмыстан шығарып жібердік дейді. Енді бұл мәселе осылай жазылғаннан кейін қазақша сөйле деген бір қазақша сөз үшін жұмыстан қуылғаны үшін үлкен дау шығарады қазақ тілде қолданатын қауымдастықты, қазақ азаматтарынан. Жалғасын екінші видеоға салайын, бітті.